Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге құлпынайдың адам денсаулығына пайдасын білетін боламыз. Құлпынай жемісін көбінесе махаббат, сұлулық, жастық жеміс деп те атайды. Ал оның не үшін олай аталатынын бәріміз бірдей біле білмейміз. Оның сырын білгіңіз келсе, мына видеомыздың соңына дейін көріп шығыңыздар. Құлпынай есте сақтау қабілетін де жақсартады. Жақында жүргізілген зерттеуге сәйкес, құлпынай мидың қартаю процесін баяулатады. Оның функциялық өмірді ұзартады. Бұл бізге қартайғанда мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы есімізді жоғалтпауға мүмкіндік береді, және де құлпынай көру қабілетін де жақсартады екен. Піскен қызыл құлпынай есте сақтау қабілетін ғана емес, көру қабілетін де пайдалы. Жидектердің бірегей биохимиялық құрамын көру қабілетін бұзылуына әкелетін көптеген ауруларды алдын алады, және де біздің құлпынай жүрекке де пайдалы екен. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек қан тамырларының ауруларына пайда болу және даму қаупін төмендететінін дәлелдейді. Жоғарыда айтқанымыздай, құлпынай әртүрлі дәрумендер мен антиоксиданттерге бай, бірақ бұл жағдайда магний мен калий шөгінділерінің піскен жидектерге де болуы әлі де қайда маңызды. Соңғысы қан қысымының қалыпқа келтіруде, сондай-ақ сұйықтықтың тоқырауында алдын алуда маңызды рөл атқарады екен. Және де осындай мәліметтер ұнаса, каналға тіркеліп кетіңіздер.